бет перде жыртуға болмайды. Қанша шайтан азғырса да. Көп жанұядағы осы мәселе бар. Бет перде жыртылады, бет перде жыртылғаннан кейін болды. Бір-бірінің айыбын, бір-бірінің жаңағыдегі несін, ұрысқанда, жанжалдасқанда ол жердегі уақиға қалып кетеді. Сол үшін ер мен әйелдің таласында, жанжалда екеуі де рұқсат етілмеген, не дейді анау, запрещенный прием дей ма? Рұқсат етілмеген әдістерге көше бастайды. Бір-бірінің айыбын ашады, ол жерге қатысы жоқ еді. Мысалы бір тойға бару керек болды, біреу барғысы келмеді, біреу барғысы келді. Екеуінің жанжалы, бірақ ол той туралы болмайды. Өткенде сен үйткен едің ғой, 11-ші класста жүргенде сен бүйткенде, ай далада осыдан 40 жыл бұрынғы әңгімені айтады да. Бірақ ол тойға қатысы жоқ еді. Не себеп оған? Оған себеп бет перде жырту. Оған себеп содан. Сол үшін құрметті от